Саламатсыңдар ма балалар? Дүниетану сабағымызды бастаймыз. Тақырып өзіңді тексер. Қорытынды тест. Сабақтың мақсаты жыл бойы өткен тақырыптар бойынша сұрақтарды қорытындылап, сұрақтарға жауап беру. Балалар, дүниетанудағы өзіңді тексер бұл тест, яғни жыл бойы өткен тақырыптарды қайталап сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: жыл бойғы табиғат жағдайының жүйелі ауысуы неге байланысты? Бұл сұрақтардың бәрі біздің жыл бойы, жылдың басынан бастап өткен тақырыптарға байланысты келген сұрақтар. Жыл бойғы табиғат жағдайының жүйелі ауысуына ауысуы неге байланысты дейді. Бізде А. Климатқа байланысты, климаттық белдеуге байланысты, Б. Ауа райына байланысты дейді. Жауабы Б. Ауа райына байланысты. Екінші, геологиялық катаклизмдерге мыналар жатады. Асында жел, дауыл, цунами, әсінде жер сілкінісі, жанартау атқылауы, жердің жарылуы, Б. Көшкін, өрт, тасқын дейді. Бізде геологиялық катаклизмдерге жер сілкінісі, жанартау атқылауы, жердің жарылуы жатады. Үшінші сұрақ: егер өз шығысыңды реттесең, ақшаны аз жұмсайсың. Бұл, яғни ақша үнемдеу, шығысты жоспарлау, шығыстың тиімділігін арттыру дейді. А. Ақша үнемдеу. Төртінші сұрақ: өзара сенімге, бауырмалдыққа, ортақ мүддеге құрылған қатынас. А. Туыстық қатынас, достық қатынас, Б. Құрмет. Өзара сенімге, бауырмалдыққа, ортақ мүддеге құрылған қатынас, Б. Құрмет. Бесінші сұраққа қараймыз. Конституциядағы еліміздің жоғарғы құндылығы деп көрсетілген дейді. Бұл жерде қаржы, еркіндік, отбасы, адамның құқығы мен сыйластығы, адам, оның өмірі, құқығы мен еркіндігі дейді. Б. Адам, оның өмірі, құқығы мен еркіндігі деп көрсетілген. Алтыншы сұрақ: қазақ халқындағы тек анықтаудың тарихи атауы. Бұл қазақ халқындағы тек анықтаудың тарихи атауы Б. Шежіре, жеті ата. Жетінші сұрақ: қайсы қысқы спорт түріне жатады дейді. Волейбол, хоккей және де футбол дейді. Қысқы ойынға әрине білеміз балалар, хоккей жатады. Сегізінші сұрақ: үй жануарының қай түрі көшпелі халықтарда аз кездесті? Жылқы, қой, сиыр дейді. Үй жануарының аз кездескен түрі Б. Сиыр. Тоғызыншы сұрақ: жаз айында қай маусымдық жайылым болады? Қыстау, жайлау, күзеу. Жаз айында жайылым, жайлау жайылымы болады. Оныншы сұрақ: үйдегі ауаның жылуын реттейтін құрылғы. Кондиционер, тоңазытқыш, мұздатқыш, шаң сорғыш. Үйдегі ауаның жылуын реттейтін құрылғы барлығымыз білеміз, балалар? А. Кондиционер. 11-ші сұраққа қараймыз. Қала бұл елді мекен, ондағы тұрғын саны дейді. Осы тақырыптарды да оқи отырып таба алады екенбіз, балалар? 12.000 адам, 9.000 адам, 5.000 адам. Қала елді мекендегі тұрғындардың саны А. 12.000 адам. 12-ші сұрақ: қала тұрғындарының кәсібі. Қала тұрғындарының кәсібі Б. Металл қорытушы. 13-ші: біздің еліміздің ресми емес нышанына қайсы жатады? Бізге ресми нысандарға ту, елтаңба жататын білеміз, балалар? Енді ресми емес нышанға бәйтерек Б нұсқасы жатады екен. 14-ші сұрақ: түрік қағанатын құрған қаған. Түрік қағанатын құрған қаған Бумын, Атилла Еділ патша, Мөде дейді. Түркі қағанатын құрған қаған А. Бумын. 15-ші сұрақ: Алтай және қандай өзен арасындағы жерлер Қыпшақ даласы деп аталады дейді. Орал тауы, Жайық өзені, Дунай өзені. Алтай және Дунай өзені арасындағы жерлер Қыпшақ даласы деп аталады. Бұл нұсқасы
Дунай өзені. 16-шы сұраққа қараймыз. Қыпшақтар қандай дәнді дақылдарды өсірді? Тары, арпа, бидай, сұлу, бидай, жүгері, жүгері, күнбағыс, тары дейді. Қыпшақтар тары, арпа, бидай дақылдарын өсірді. А нұсқасы. 17-ші сұрақ. Қазақ хандығы қашан және қайда құрылды дейді. Біз бұл тақырыпты өткенбіз, балалар. Қазақ хандығы 1465 жылы Шу мен Талас өзендері арасында құрылды. Сонда ә нұсқасы болады екен. 18-ші сұрақ. Қай ханды қазақ жерінің іргесін бекітуші деді? Қасым, Жәңгір, Тәуке дейді. Бұл жерде қазақ хандығын іргесін бекітуші деп Қасымды айтты. А нұсқасы. 19-ші сұрақ. Абылай хан қай батырды дарабоз деп атады? Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай. Абылай хан дарабоз деп Қабанбайды атады. 20-ші сұрақ. Қай сөз халық сайлаған сот деген мағына береді? Бұл мағына бысы би. 21-ші сұрақ. Табиғи туристік нысанға Медеу спорт кешені, Абай ескерткіші, Шарын шатқалы. Осылардың қайсысы жатады дейді. Табиғи туристік нысанға Б. Шарын шатқалы жатады екен. 22-ші сұрақ. Қазақстан халықтарының бірлік күні қашан аталып өтілді? Оны бәріміз білеміз, балалар. 1 мамыр, яғни А нұсқасы. 23-ші сұрақ. Халық қамқоршысы аталған өзен? Жайық, Сырдария, Ертіс. Халық қамқоршысы аталған өзен Сырдария. 24-ші сұрақ. Қазақстандағы бүкіл әлемдік ЮНЕСКО мұрасының қатарына кіретін нысан? Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Айша Бибі кесенесі, Қарахан кесенесі. Қазақстанның бүкіл әлемдік ЮНЕСКО мұрасының қатарына кіретін нысан А. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. 25-ші сұрақ. Сызбадағы нақты өлшемдерді бірнеше рет кішірейтіп беретін көрсеткіш? Бұны барлығымыз білеміз, балалар. А. Масштаб. 26-ші сұрақ. Қандай жұлдыз бағытты анықтайтын бағдар ретінде қолданылған? Жеті қарақшы, темір қазық, үркер. Бағдарды анықтау үшін қолданылған жұлдыз темір қазық. 27-ші сұрақ. Атмосферадағы табиғи апаттың түрі? Жер сілкінісі, дауыл, су тасқыны. Атмосферадағы табиғи апаттың түрі бұл су тасқыны. Б нұсқасы. 28-ші сұрақ. Отбасының кірісі мен шығысының жоспары? А. Бюджет, яғни қаржы деген сөз. 29-да. Отбасында қабылданған ұрпақтан ұрпаққа берілетін салттар? Бұл дәстүрлер, басы. 30-шы. Қоғамдық орынға жатпайтын нысан? Қоғамдық орынға жатпайтын нысан Б. Пәтер. Міне балалар, біз осымен дүниетанудан бір жыл бойы өткен тақырыптардағы сұрақтарға жауап берді.